Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, жақсы мен жаман арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз бүркіт жайлы айтатын боламыз. Бүркіт жайлы айтпастан бұрын достар, лайк басып, пікірлерін жазып, арна жазылып, қоңыраушаны басыңыздар. Сонда менің видеомды үзбей көресіздер. Достар, бүркіттер, жақсы, ақылды, ызалы жануарлар. Бүркіттер ұзақ ұшуға шыдайды. Бүркіттер аналары 5 метр болса, балалары 2-3 метр. Бүркіттердің үйретілген жері Орта Азия, Қазақстаннан. Бүркіттер таулы, тоғайлы, жарлы ағаштың төбесіне қалың ағаштармен бірге жұмыртқа салады. Бүркіттер жеген тамағын жартысын балаларына береді. Қарлығаштар сияқты. Бүркіттер балаларын бір-ақ рет ұшырады. Теңбіл оны төбеден лақтырады, ұшын білсінде. Бүркіттер ауылда көп болады, себебі ауылда аңшылар көп, соларда болған. Бүркіттер жайлы қазір достар неше түрлі не шыққан, мультфильмдер, кинолар әртүрлі. Біз соның жарты мәліметін болса да айтып тұрсуға сіздерге ниеттеріңізді бүркіттерге андай жақсылық істеуге талпындыру үшін. Бүркіттер, достар, олар үлкен андай төбеге ұшатын білесін шығарсыздар. Олар бүркіттер аңшыларға негізі адамдардың құс достары, себебі оны көп адамдар асырайды. Бүркіттер батырларға, қазақтарға, қазақ еліне көп көмектескен, себебі оларға түрлі жануарлар аулау үшін. Бүркіттердің жойылып баратқан себебі бүркіттер жануарларын адамдар аулайды. Сіздермен болған жақсы мен жаман арнасы. Қош сау болыңыздар, және де аман сау болыңыздар.